Бұл өмірде сондай. Адам бұл өмірде қандай түрлі қиындықтар көруі мүмкін. Өмірдің соңына дейін қиындықтар көруі мүмкін. Мейлі ол бай болсын, кедей болсын, ол жаңағыдай моральный бір қиындықтар көруі мүмкін, немесе үйіндегі жаңағыдай ақшасына байланысты қиындықтар көруі мүмкін, түрлі қиындықтар көруі мүмкін. Бірақ не, ол сәттер өтіп кетеді. Ол сәттердің бәрі өтіп кетеді. Дүние де өтіп кетеді. Бүгін қарасын, бүгін тұрдың, таңертең тұрдың, бірақ көзді ашып жұмғанша кеш болды. Кеше бар еді, бірақ бүгін жоқ. Кеше жас едік, бірақ бүгін қартпыз. Кеше көшеде ойнап жүрген бір балалар едік, бірақ қазір отбасымыз бар, үлкен кісілеріміз. Осылай өмір деген өтіп кетеді. Кейін де өмір бар ғой. Өмірден өткеннен кейін өмір бар, Алланың алдына барамыз. Аллах Тағала бізді бұл дүние үшін жаратпады. Аллах Тағала бізді қиямет үшін, ақырет үшін жаратты. Жәннат үшін жаратты. Біздің нәпсіміз бұл дүниеге жаралмаған. Өйткені бұл дүниеде біздің нәпсіміз тоймайды ешқашан. Нәпсіміз тек қана жәннатта ғана тоя алады. Нәпсіміз бұл дүниеде ешқашан тоймайды. Қанша рахатты бер, ол рахатты сол алатын шығар. Ол ләззатты алатын шығар, бірақ одан жалығып кетеді. Ал нағыз нәпсінің жері ол жәннат. Жәннатта ол тоятын болады. Ол ешқашан жалықпайтын болады.